Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Гаухар. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында қолдағы бар заттардан жасалатын медовый печеньесін жасағанымды көрсеткім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де менің каналымда бұдан да басқа муравейник, панкейк, кирешки жасау сияқты видео рецептілер бар. Керек болса каналға өтіп қарап көріңіздер. Әлде арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Печеньемізді бастау үшін бізге мед, май, жұмыртқа, сода және кішкене ұн керек. Медімізді және майымызды салып алдық. Оның үстіне кішкене қант салып, баяу отта газға қайнағанға дейін араластырамыз. Мед пенен майымыз қайнауға жақын қалды. Оның үстіне жарты қасық ас содасын саламыз, сөйтіп араластырамыз. Ас содасын салған кезде жаңағы неміз көпіреді, одан еш қорықпаңыздар. Осыны араластырып барып оттан аламыз. Кішкене суығынан кейін үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз. Медтарыңыз ыстық болмасын, жұмыртқаларыңыз пісіп қалады. 2 жұмыртқаны жарып салып араластырамыз. Оның үстіне шамалап отырып ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде жұмсақ қамыр иленді. Енді осы қамырды төртке бөліп аламыз, шетінен жаю үшін. Бөлінген қамырды әрқайсысын домалақтап қойып қоямыз. Бөлінген қамырларды жаямыз. Қамыр жұқа болмау керек, сәл қалыңдықта болғаны дұрыс. Жұқа болсақ, печеньеларыңыз қатып қалады. Жайылған қамырды осындай насаттан көмегімен кесіп аламыз. Кесілген печеньемізді противеньге салып, бетіне жұмыртқа жағып, тәттілік керек болса бетіне кішкене қант сеуіп, духовкаға 180-200 градуста пісіріп аламыз. Печеньеміз осылайынан пісіп шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Гаухар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.